Сәлеметсіздер. ASP.NET Core MVC-де сайт жасау курсымызды жалғастырамыз. Бұл сабағымызда біз actionмен танысатын боламыз. Solution add new project деп бір жаңадан project құралық. Сосын ASP.NET Core Web App next. Одан кейін мына жерге атын жазайық. 4-ші сабақ. Сосын бірінші мысал. Содан кейін next. Мынаны алып тастаймыз. Қалған сол қалпында жүре берсін. Create делік. Енді біз алдыңғы сабағымызды пысықтай отырып, осы сабағымызды жалғастырайық. Бірінші мынаны таңдап аламыз. Тентердің оң жағын басып, set as startup project деген таңдаймыз. Яғни біз осымен жұмыс жасауымыз керек. Екінші мына project құрғанда өзінің қосып берген мына pages дегенін өшіп тастаймыз. Енді барып, оның астында қарасақ, стартап программ дегендер бар. Енді біз мына жерге MVC-дің 3 үлкен фолдерін қосамыз, яғни файл қалтасын. Біріншісі MVC дегендегі models. Екіншісі MVC дегендегі wheels. Үшіншісі MVC дегендегі controllers. Енді осылай үшеуін құрып алдық. Енді барып біз бірінші controllers'тың ішіне бір controller қосамыз. Әдіді мына жерде үстінде тұр controller деп. Одан кейін оған ат жазамыз. Мына жерден MVC controller empty деген. Ішінде еш нәрсе жоқ нұсқасын керек бізге. Содан әдіді мына жерден де ұқсас міне. Одан кейін бар бұның аты home болып кете берсін. Енді бұл жерде home деген негізгі басқы бет. Осы home деп аталады. Сол бойынша атай берейік. Home controller. Оның ішінде бір action index бар. Енді біз барып мына views'тың ішіне осымен ұқсас аты бірдей бір фолдер қосамыз. Оның атын home деп жазуымыз керек. Оның ішінде мына action'ның атымен ұқсас бір CSHTML, яғни razor page қосуымыз керек. Әдіді view. Содан кейін бір razor empty. Мына жерде қараңыз. Razor view empty index болып кете берсін. Осылай байланыстырғанбыз. Біз мына controller'ның ішіндегі action менен мына action'ды осылай байланыстырғанбыз. Бұл үшін views'тың ішіне controller'дің атымен бірдей бір файл қалтасын құрамыз. Яғни controller'ның аты home болса, home деген файл. Енді мына жерде бұл кластың аты, жалпы аты home controller. Енді бұның артындағы controller біз мынадан айырмашылық болу үшін, басқа кластан айырмашылық болу үшін, бұның бір controller екенін білу үшін сөзсіз жазуға тиісті. Және де бұл controller деген кластың мұрагері болу керек. Ал енді оның ішіндегі мына әдіс бұл action деп аталады. Ал одан кейін бұл мына home'ның ішінде бір action менен байланысу керек. Ал енді одан кейінгісі стартаптың ішінде мына жерде endpoints деген, use endpoints деген ішінде бұл бізде ұқсамайды, бізде controllerмен байланысу керек. Сондықтан map controller root деген таңдауымыз керек міне. Содан кейін бұған өзіміз белгілейміз. Бірінші name. Бұған кез келген ат қойғымызға болады, біз default деп қояйық. Әдепкі негізгі біздің ережеміз болсын. Одан кейін осының артына паттерн, яғни үлгісін біз бірінші controller кесін дейік. Одан кейін барып action кесін дейік. Одан кейін барып мына жерде query. Енді бұл кейін көп түрлі болуы мүмкін. Әртүрлі болуы мүмкін. Әртүрлі жолмен келуі мүмкін. Енді біз осыны кейін арнайы сабаққа айтамыз. Бірақ енді қазірге осылай жазыңыз. Мына бірінші аты. Бұл маңызды емес, қалай жазсаңыз да болады. Бірақ қайталанбау керек. Ал енді оның астында міне controller, action, query деп тұр. Controller деген осы, мына controller келеді деген сөз. Сайттың сілтемесінің артынан келетін бөлігі. Одан кейін action, осы екінші
бөліктегісі. Одан query бар ма жоқ па бола береді деген сөз, мына сұрау белгі. Енді мынаны жазбасақ та болады, негізі мынаны жазбай ақ қояйын, міне қазіргі жағдайда бізге қажет емес. Осылай жазалық. Енді барып біз мынаны қозғалтып көрейік. Міне. Енді бұл қазір таппаған себебі біз мынаны артына жазайық. Міне. Бірінші home index деп жазалық. Міне. Енді қараңыз, мына алдыңғы бөлігі бұл сайттың адресі деп танысақ болады, яғни сайттың сілтемесі. Одан кейін мынау арт жағындағы осы бірінші бөлігін home деп жаздық. Біз мына ереже жазғанда home деп жаздық, яғни controller жаздық. Одан екінші бөлік action. Біз енді осы бойынша жазып, енді көрейік. Келсек, дұрыс танып тұр. Бірақ біз мына жерде еш нәрсе жазбадық. Мынада еш нәрсе жазбадық. Оған жазайық. Бірінші h1 бұл HTML код. Соның ішіне жазайық. Міне hello. Сосын world дейік. Осылай жаздық. Енді бұны тіке танымайды қазір. Бұлай жазсақ танымайды, қайта қозғалту керек болады. Енді қайта қозғалтудан бұрын жаңа біз бірден жазған кезде мына танымаған себебі, мынаны біз белгіледік. Сайттың сілтемесінен кейінгі бірінші бөлік controller, екінші бөлік action деп белгіледік. Бірақ бұларға еш нәрсе жазылмаған кезде қайсы контроллерға кіру керек екенін білмейді. Сол үшін біз алдыңғы сабақта былай жазған болатынбыз. Бұл жерге тең home деген сияқты. Міне тең индекс. Яғни біздің еш нәрсе жазылмаған кезде бұл home-ды білдіреді. Және де action индексті білдіреді деген. Енді бұның артына былай да жазуға болады. Бұл жерге үшінші параметріне default деген. New. Осы жерге былай жазуға болады. Міне бірінші controller тең home. Екінші мына home деген string түрінде, екінші action тең индекс деген секілді. Осылай жазуға да болады. Мыналарды алып тастайық. Яғни біз бірінші бір ереже белгіледік. Сайттың сілтемесінің соңындағы бірінші бөлік controller болады. Одан кейін сызықтан кейін екінші бөлік action болады деп ереже бекіттік. Және де олар еш нәрсе жазылмаған кезде әдепкі түрде controller home болады, action man индекс болады дедік. Енді барып көрейік. Міне тіке танып тұр. Енді қараңыз, міне жалпы біз осы арадан сайттың ережелерін бекіте аламыз. Осы сайтқа кірген кезде мынау қазір бір сайт. Енді мынау сайттың негізгі адресі. Мысалы біз Microsoft.com деген сайтқа кіретін болсақ, осы сайттың адресі мынау. Сонымен бара-бар. Ал енді мынау порт, бұл біздің компьютеріміз жөнінен айтқан кездегі бір кірер есігі немесе шығар есігі деп түсінсек болады. Енді бұның артында неге мынандай 5 орынды цифр тұр деген кезде бұны біз мына жерде белгілеп кеткенбіз. Бұл автоматты түрде бізге белгілеген. Мына сайттың properties дегеннің ішінде, міне launch settings дегеннің ішінде тұр мына жерде. Бұл біздің компьютерімізден автомат түрде істетілмеген бір портты қолданып отыр. Бұны өзгерте аласыз. Бірақ бұның өзгертудің ешқандай мәнісі жоқ. Біз енді компьютерімізде сан түрлі сайт жасап көруіміз мүмкін. Сондықтан бұлар бізге істетілмеген бір портты автомат түрде өз белгілеп береді. Жалпы осы бөліктің барлығы мына сайттың сілтемесі деп түсінсеңіз болғаны. Ал енді сайттың сілтемесінің артына міне home десек, бұл controller деген сөз мына жердегі. Мына controllerмен бара-бар. Бұны өзіміз ереже бекіттік, controller action деген сияқты. Міне. Ал аның артына қарайық, міне индекс дедік. Бұл action. Бұл осы action деп бекіттік. Енді бірақ бұның барлығы қатып семген нәрсе емес. Енді мына сайтқа қараңыз, міне ru kz деп тұрды. Бізде осылай жасай аламыз, міне қарайық. Яғни біз мына жерге kz деп жазалық, міне. kz одан кейін барып controller келсін дедік. Міне kz одан кейін controller action келсін дедік, міне. Енді барып көрейік, міне. Міне қазір еш нәрсе таппай тұр. Енді біз бұған артына kz деп жазатын болсақ, біздің жаңағы бетімізге кіреді. Ал енді мына жерде қараңыз, kz келгеннен кейін controller. Егер controllerда ешқандай мән жоқ болса, home деп таны дедік. Actionда ешқандай мән жоқ болса, индекс деп таны дедік. Сондықтан мынау
қазір дұрыс деп тұр. Ал толық жазылуы негізі оның home index. Осылай. Жалпы біз мына жағымен жұмыс жасаймыз қазірге. Мынау controller action болуын біз өзіміз белгілей аламыз. Қай жерде. Мына екеуін орын алмастырып жасауға да болады. Алдымен келген action, артынан келген controller деген сияқты. Бірақ енді заңдылық бойынша controller алдында болған дұрыс. Ал енді мынау қажет емес. Енді біз және де бір controller қосайық. Controller admin деген бір controller қосайық. Яғни сайттың басқару беті admin. Енді барып мынаған дейтін. Бұда да ұқсас admin. Бұда да ұқсас міне admin controller болып келді. Бұда controllerдің мұрагері және де бұның ішінде бір әдіс тұр. Ол әдістің аты индекс. Бұл өзі автоматты қосып берді. Және де бұларда бір ұқсас айырмашылық мына жерде осы. Енді мынаны бір action деп айтайық. Бұдан кейін осы controllerдің ішіндегі әдістерді action деп айтайық. Яғни осы actionның қайтарған мәні I action result. Ал бұл бір return view деп тұр. View деген мына CS HTML. Яғни CS деген түсініп отырмыз. Мына CS бұл қарасаңыз мына кластың артқы форматы. Яғни мына кластардың форматы. Біз C# тілін үйренген кезде класс жазсақ, сол класты бір файл қылып сақтағанда CS бойынша, CS деген формат бойынша сақтайтынбыз. Ал енді артындағы HTML деген бөлік. Бұл енді кәдімгі HTML. Сонда мынаған қарайтын болсақ CS HTML, яғни C# пен HTML форматын біріктірген деп тұр. Яғни бұны Razor деп айтады. Razor page, яғни Razor беті дейді. Бірақ бұда C# пен HTML-ді біріктіріп жазуға болады. Соны CS HTML форматы. Бұны енді әдетте view деп атайды. Return view деген осы бір бетті, бір view деп атайды. Енді мына жерде қарайық, admin бұда да ұқсас, I action result. Енді біз I action result пен танысқалы тұрмыз. I action result-ты біз осы Microsoft-тың сайтынан көрейік. I action result. Енді барып мына Microsoft-тың бірінші сайтында түсіндіріп отыр. Міне ASP.NET Core-дағы нұсқасы міне. Қараңыз, мына жерден таңдалып тұр. Міне version дейді. Қай нұсқаға арналғаны дейді. Біздікі қазір үйреніп жатқанымыз ASP.NET Core 5 болған себепті 5-тегісін көреміз. Міне I action result дейді. Content result дейді. More деген бассақ жалпысын көрсетеді. View result, object, міне content result. Енді бізде көбінде істетілетіні осылар. Мен мына admin деген ішінде view дегеннің артына content деп жазып көремін. Content. Содан кейін бұның қарайық міне. Сәлем. Тек мына content деген қате жаздық. Content. Енді барып біз мынаны қозғалтып көрейік. Мынау басқы бетіне келіп тұр. Енді мен мына жерде мынаны Google Chrome браузерында мына жерде тінтөрдің оң жағын басып, мына ең астындағы Inspect деген таңдайтын болсаңыз, осындай осы Chrome'да программистерге арналған кейбір қолайлы функциялар бар. Біз осының ішінде Network деп таңдап қояйық. Енді мынаның артына жазалық не? Admin. Соның ішіндегі Index деген actionге баралық. Бардық, бұл сәлем деген көрсетіп берді. Ал енді мына жерде біздің жаңағы біздің осы сілтеменің кету және келу барысы бар. Мына жерде индекс. Мынау headers деген осының бізге сұраған сұранысы, сіздің серверден сұраған сұранысы, яғни мына сайт қазір бір сервер болып тұр. Осыдан сұраған сұранысы, яғни осы сілтемеден get бойынша, method get бойынша сұрады. Содан кейін одан қайтқан мән, response деген қайтқан мән. Бірақ осы жерде бір нәрсе бар. Бұның сұраған сұранысының қайтқан мәні. Response деген қайту. Қайтқан кезде text plain қайтқан. Text plain. Яғни мәтін қайтқан деген сөз. Мәтін қайтарған. Ал енді мына жерге барып көрейік.
мынаған барып қарайтын болсақ, міне. Бұда текст HTML. Яғни бұлардың бізге қайтарған мәні не болса соны көрсететін. Жерде HTML болса HTML. Енді біз кейде осы жерде HTML кодты тіке көрсетеміз десек, осы контент арқылы көрсетуге болады. Мына жерде контент, мына жерде мен былай жазатын болсам, міне H1 дейтін болсам, ол осы H1 мен бірге бірақ көрінеді. Яғни бұл текст деп қана танып тұр. Сол секілді енді және де бір-екі мысал жазып жүрейік. Осы админнің ішінде жазып тұрмыз. Тағы да бір public iAction result. Мысалы G-index деп қояйық. JSON мән қайтарсын return JSON. JSON деген енді JavaScript үйренсеңіз білесіз, бұда бір формат. Бұның жазылуы былай болады көбінде. Мынандай ұлы жақшаның ішіне. Содан кейін мысалы name қос нүкте, мына жерге мысалы Нұрбол. Одан кейін және де мына жерде age. Сосын жерде 28 деген секілді. Енді барып көрейік міне. Басқа бетіне келді. Енді тінтүрдің оң жағын басып, inspect деген таңдап, осы network'ті басамыз. Енді барып мына жерден жазалық. Бірінші admin index. Міне H1 менен бірақ көрсетіп тұр. Мынау браузерда көрініп тұр. Негізінде браузерда әдетте бұл HTML-ді бұлай тіке көрсете алмайтын. Яғни бұл ең соңында бізге сәлем болып көріну керек болатын, біз браузерда жазғанда. Бірақ мынада қайтарған мәні text plain, content type text plain болған себепті бұл бізге осы HTML кодымен қоса көрсетіп тұр. Ал енді бұның артында G-index тек JSON индексті ашып көрейік. Міне ашып көрсек, бұл міне G-index қайтарған мәні application JSON деп тұр. Міне application JSON. Міне бұл бізге JSON қайтарып тұр. Міне response десеңіз, міне дұрыс қайтарып тұр барлығы. Осы секілді осы iAction result'та көптеген мән қайтара алады. Біздің мына actionдеріміз, яғни мына әдістеріміз көптеген мән қайтарылады. Енді жерде контент деген негізі мынау iAction result демек string деп жаза салуға болады. String деп жаза салуға болады. Яғни мына өйткені string түрінде мәтінін қайтарып тұр. Не контенттің return type арасаңыз content result деп тұр. Ал content resultқа баратын болсаңыз, міне content міне string қайтарып тұр. Ең соңында бұл бізге string қайтарады деген сөз. Сол секілді мына жерде string. Осы мына жерде content result қайтару керек. Content result бұл string қайтарады. Жалпы осы секілді content result болса, мынау JSON result міне. JSON result. Осының барлығы осы iAction result'тың бір объекттігі болады. Яғни iAction result бұл бір интерфейс. Көрейік. Тінтүрдің оң жағын бас, міне F12. Қарайтын болсақ, бұл iAction result бір интерфейске жатады. Ал енді мынау солардың бір объекттігі. Осы iAction result'ты негіз еткен бір объекттік. Мынау да ұқсас iAction result. Сондықтан біз осы iAction result'та нелер қамтылды, біз соларды байланысақ болған. Негізі осы арадағының барлығы жетеді біздің қолдануымызға. Енді бірнешеуін көрейік. Кейбіреуін мен де қолданып көрмегендер. Мысалы, view result деген біздің мына home'да қолданған мына return view деген мынау view result'қа жатады. View result. Осыны біз return view қылса, view result болады. Ал енді одан кейін қарайық міне. Redirect result дейді. Мысалы, кей жағдайларда біз мына жерде public тағы да бір iAction result дейік. Осы жерде go to Microsoft дейік. Microsoft дейсілайық. Қысқа болсын Microsoft деген бір action жаздық.
осы actionның ішінде мына жерде біреу actionның ішінде redirect десек, біздің осы Microsoft деген басқан кезде бізге бір сайтында қараңыз, redirect деген жазған соң ішінде URL жаз деп тұр. Яғни біз мына URL-ді әкеле салсақ болады. Яғни осы сайтқа ауысып кетеді деген сөз. Redirect. Енді барып мына жерде көрейік. Біз admin дегеннің ішінде Microsoft деген қарасақ, мынаны ауысып кетті. Бұл енді кей жағдайда осындай басқа сайтқа немесе өз сайтыңыз ішіндегі басқа сілтемеге ауысқанда керек болады. Енді одан кейін тағы көрейік. View result to redirect to page result дейді. Басқа бетке ауысуға болады өзінің ішінде. Және де redirect to action result, басқа actionға ауысуға болады. JSON result, object result дейді. Өте көп деген бар. Енді мынада қарайтын болсақ, JavaScript result деген жоқ екен. Мына жерде бұрынғы нұсқасын көрейік. Мына 2-де 1 нұсқасы дегендерде. Бұларда негізінде JavaScript result. Бұда да жоқ екен. Онда 3-де 1-де қарайық. Бұда да жоқ екен. Жалпы бұрынғы MVC-ларда, .NET Core-дан бұрынғы MVC-ларда сондай JavaScript result деген бар болатын. Олардың ұқсамастығы сол жаңағы content type application JavaScript болатын. Бірақ енді ол маңызды емес, оны шығару үшін JavaScript біз тіке мына арада JavaScript кодын жаза аламыз. Мына жерде мысалы. Осылай тіке view'ді қайтарып беруге бола береді мына жерден. Егер бізге JavaScript мән қайтару керек болса, осылай жазуға болады мына жерде. Alert hello деген секілді. Осылай қолдана аламыз. Бұл JavaScript result'тың жазылмаған себебі сол болса, сол болуы мүмкін. Енді басқа да осындай мәндер қайтарылады. Жалпы action біздің мына контроллердің ішіндегі әдістерді біз бір action деп алатын болдық. Мыналарды жеке-жеке action деп алатын болдық. Ал actionдер бізге қолданушыларға, яғни текст түрінде, HTML түрінде, JSON түрінде және де басқа көптеген түрлерде мән қайтарылады. Яғни redirect деген бар, жаңағы view бар, content, неше түрлі осы арадан оны ішкерлей үйрене аласыз. Бірақ енді ол сабақ барысында да сан рет қайталанады. Бірақ біздің біліп алуымызға тиістісі осы action не қайтарса сайтта сол көрінеді. Одан кейін бұлары да біз әзір қолданып отырғанымыз тек қана get түрінде мына жерде HTTP get түрінде мына жазылмаса, мына жерде HTTP get түрінде ғана деген сөз. Енді бұл негізі HTTP post дегені бар, put деген бар, сан түрлісі бар. Біз енді оны да арнайы сабақта өтеміз, бірақ біздің бұл сабақта түсінуге тиісті iAction result-тың нақтылы мәндері. iAction result текст түрінде де қайтарады, және басқа да view түрінде де мәндер қайтаралады. Біз соларды сөз білуіміз керек. Одан кейін қатып семген нәрсе жоқ. Мына жерде сайттың артындағы келген мыналар сияқты. Олардың қайсысы контроллер, қайсысы action болуы мүмкіндігін өзіңіз мына стартаптың ішінде белгілей аласыз. Мына екеуінің орнын алмастырып тастасаңыз да болады мына жерден. Алмастырып тастасаңыз да бола береді. Сондықтан ол маңызды емес. Енді бұны көрсетпей қойын. Маңызды емес. Маңыздысы біз өзіміздің жазған actionдерімізді дұрыс осы арадан белгілесек, және де ол өзіміздің қолданысымызға қарай қай кезде JSON көрсетеміз, қай кезде контент көрсетеміз, соны біле алсақ болған. Енді мына арада біздің home'ның ішінде мынау да қатып семген нәрсе емес. Home'ның ішінде біз мынау view'ді көрсетіп тұрмыз қазір. Ал енді біз admin'ның ішінде де мынаны көрсете аламыз негізі. Мына жерде public iAction result деп біз мына жерде home болмаса
hash индекс дейік, мына home'ның индексін көрсетейік. Яғни return view. Содан кейін біз мына арада жаза аламыз мына жерде сайттың негізгі бөлігі, одан кейін views. Views'тың ішінде, одан кейін home'ның ішінде, соның ішінде index.cs.html дегенді көрсете аламыз біз. Мына views, енді мына жерде қате түсініп қалмасын деген сөз. Яғни home'ның ішіндегі индексті осылай return-ның ішінде ешқандай жазбасақ, онда осыны көрсетеді. Бұл бірінші іздейді, home дегеннің ішіне іздейді. Мына views-тың ішінде home деген файл қалтасын іздейді. Оның ішінен барып, осы actionның атымен ұқсас файлды іздейді. Егер бар болса, соны көрсетеді. Ал енді мына жағдайда, мына жағдайда біз басқа бір контроллердің ішінде осы view-ді көрсетіп тұрмыз. Яғни мына файлды тіке көрсетіп тұрмыз. Ол енді таба алмай қалмау үшін біз тіке осының орнын бердік. Енді мына белгі сайттың түпкі адресі деген сөз. Яғни осы прожекттің негізгі адресі. Одан кейін барып ішіне қарай есептейміз. Views деген файл қалтасы, оның ішінде home деген файл қалтасы, одан кейін барып мынау деген сөз. Енді бұны да бір сынап жүрейік. Міне жаңағы hello дегеніміз шығып тұр. Жалпы біз JavaScript-те де пайдаланамыз деген сөз. Енді барып мынаның ішіне admin, одан кейін hash index деп жаңағы жазған action'ымызды көрейік. Бұл және де home индекстің ішіндегі мынаны істетті деген сөз. Дұрыс істеп тұр деген сөз. Мынаны көрсетіп тұр. Сондықтан біз мына return iAction result'ның ішіндегі view болсын, мыналар болсын, әрқайсының қолданысын білуіміз керек. Яғни iAction result не қайтарса, біз браузердан соны көре аламыз.